Бизнес қазір онлайнға көшіп жатыр, да, сауда-саттықта дәл солай. То есть даже біреулерде там физический точкалар, бутиктар болса, да, услугалар болса, олар бәрі тырысады, да, видео түсіреді, тиктокқа, инстаграмға салады, да, и именно осылай саудасын жүргізеді, да. Не үшін? Потому что именно осылай бизнесті кеңейтуге болады, да, и чектерін үлкейтуге болады, да. И осыған орай именно сауда-саттықта, да, маркетплейс алаңдары ең танымалы болып бара жатыр, да. Сіздер, наверное, білесіздер, қолданасыздар, да, Wildberries, Озон, Pinduoduo, Taobao, да, и так далее. Даже банктер ашып жатыр, Каспий магазин, Халық маркет и так далее, да. И біз сіздерге жаңа маркетплейс Лимон Молл деп аталатын ұсынамыз. Бұл маркетплейсте үлкен ассортименті болады, инеден автобөлшектерге дейін. Бірақ бағаларымыз 40%-ға төмен болады басқа маркетплейстарға қарағанда, да, и нарықтағы бағаларға қарағанда. Бізде өнімдер тікелей өндірушілерден түседі, да. Біріншіден бұл қытайлық өндірушілер, екіншіден бұл жергілікті өндірушілер, то есть ТМД елдердің жергілікті өндірушілер. Егер местное производство, да, егер сіздерде таныстарыңыз болса, да, кімде цех, производство, заводтар болса, пожалуйста, уже ұсына бересіздер, да, біздің маркетплейс алаңымызда. И келесі категория Лимон Моллдың өз сапалы бренді болады, да. Брендтің сапасы өте жоғары болады, бірақ бағалары қолжетімді болады, да. Пожалуйста. Тағы да бір үлкен плюс, сіз жеткізуге ақы төлемейсіздер, то есть тегін жеткізумен аласыздар. И бұл система тура Wildberries, Озон сияқты, да, бізде складтарымыз болады, да, именно теңде елдердің ішінде. И плюс пункт выдачалар болады, да. Сол пункт выдачаларға дейін сізге жеткізу тегін болады, пожалуйста, да. Тағы да в идеале 1-2 күн, но это в идеале, да, отработаю, и система обмена возврата полностью налаженный болады. Размер, шарт келмесе, да, и так далее, айырбастыруға бәрі бола береді, да. Енді Лимон Моллдан бізде тағы да бір компаниямыз бар, это Huawei компания деп аталады, да. Huawei компанияны біз жарнамалық құрал дейміз. Пожалуйста, да, бұл уақытша жоба. Соны тек қана Лимон Моллға клиентский база жинау үшін ғана ашып отырмыз, да. Оның уақыты бар 27 жылдың аяғына дейін. Бұл Huawei компанияның басты қалаушы Ли Хун Ли мырза болады, да. Осы презентациядан кейін как раз таки Ли Хун Ли шығады, да, и тағы да өзінің презентациясын береді, да. Пожалуйста. И маркетплейс жайлы, вот именно Ли Хун Лиға, пожалуйста, сұрақтарыңызды қоясыздар, да. А мен қазір сіздерге именно маркетинг жайлы түсіндіріп беремін, да, полностью. Пожалуйста, вот Huawei компанияда сіз өзіңізге бизнес орынды ала аласыздар, да. Бұл бизнес орын сізге 3 бағытта даму үшін ғана не береді, да, дамуға береді. Пожалуйста, бірінші бағыт бұл бізде сетевой маркетинг, да. Екінші бағыт бұл традиционный дәстүрлі бизнес именно Лимон Моллмен аша аласыздар. И үшінші бағыт бұл можете, например, сетевоймен айналаспай, да, жұмыс жасамай, дәстүрлі бизнесті ашпай, бізде бонусный программа бар, который пассивтық табысқа келеді, да. Сонымен қолдана аласыздар, да. Пожалуйста. Давайте сначала именно маркетингтен бастайық, да. Бізде 3 түрлі арнайы карталарымыз бар, да. Күміс карта $196. Сізге осы суммаға обязательно өнім беріледі, да, 30% скидкамен. Алтын карта $504, 40% скидкамен өнім беріледі, да. И бриллиант карта, гаухар карта $1000, 50% скидкамен. Бірақ қазір бізде керемет промоушн жалғастырып жатыр, да. Сіз 196-ға тіркелсеңіз, сізде күміс емес, бірден алтын карта болады, да. Промоушн акция бойынша 504-ке тіркелсеңіз, сізде алтын емес, бірден гаухар карта болады. То есть 50% скидкамен ең жоғары карта ала аласыздар, да. Енді осы карталар бізде электрондық түрде, то есть физически берілмейді, да, именно электрондық түрде. Біз сізге жеке кабинет ашамыз. Сол кабинеттің ішінде көре аласыз, да, прям жазылып тұрады орыс тілінде, магазин золотых карт, либо магазин бриллиантовых карт деп тұрады, да. Сізге жеке ID беріледі, да, обязательно өнім беріледі, и тағы да бір сыйлықтар беріледі, да, дополнительно. То есть өнім жайлы екінші бөлімде айтып берем. Енді
осы кабинетіңізді, да, картаңызды ай сайын ақы төлеу, активация жасау, өнім сатып алу деген бізде жоқ. То есть активация вообще жасамайсыздар. Бір рет қана карта сатып аласыздар, болды, да, сіздің кабинетіңіз активный болып тұра береді, да. Пожалуйста, енді бізде әр сетевой компанияларда өзінің жүйелері болады ғой, да. Бинар болады, классика болады, матричный жүйелер болады, да. Бізде именно тринар жүйесі. 3 тармақ. А, Б, С. Да, А, Б, С. Бірақ сіздерді міндеттемейді, да, именно 3 тармақпен жұмыс жасауға. Сіз 2 тармақпен де жұмыс жасай бересіздер. 3 тармақ тек қана жоғары статустарға керек, да, это 4-5 жұлдыз, 7 жұлдыз там и так далее, да. И көп лидерларымыз, да, именно серіктестеріміз көбісі именно 2 тармақпен жұмыс жасайды. Потому что ыңғайлы болып тұр, да, 2 тармақпен, именно 3 тармақ кішкене бәріне прям жақпайды, но 3 тармақпен тоже жұмыс жасауға болады, да. Пожалуйста, енді бізде бірінші табыс көзіміз рефералдық бонус деп аталады, да. 20%-дан бастап 60%-ға дейін бізде рефералдық бонус. Именно цикл бойынша төленеді, да, әр циклдың ішіне 3 адам кіреді. Қазір түсіндіріп берейін, да. Например, да, мысалы, сіздің бұл рефералдық бонус сіздің тек қана жеке шақырған адамдарыңызға, да, байланысты. Сіз бірінші адамыңызды мысалы ретінде 196-ға тіркелсеңіз, да, 20% сізге түседі. То есть әртүрлі карта бола береді, но бірінші адамыңыз сізге 20% келеді. Екінші адамыңыз мысалы 504-ке тіркелді, да, также 20%. Бірақ әр үшінші адам сіз жеке тіркеген, да, сізге 60% келеді. Мысалы 196, да, сізге именно 60% келеді. Қараңыз, именно осылай цикл болады, да, 3 адам ішіне кіреді, да. Әртүрлі карталар бола береді, да, может быть 196, үшінші 504, да, и так далее, әртүрлі карта. Потом, қалай сізге ыңғайлы, қалай сізге тиімді, солай тірке бересіздер адамдарыңызды. Именно мен былай көрсеткенше емес, А, Б, С емес, да, можете А, Б, үшінші адамыз Аға, да, пожалуйста, или Б-ға. Сіз өзіңіз таңдайсыз, да, қай жерге тіркеу керек, да, пожалуйста, өзіңіз таңдайсыз. Потом бізде шектелмейді уақыты, да, то есть цикл именно 60% алу үшін, цикл жабу үшін, да, сізге 1 апта бермейді, 1 ай бермейді, да, шектелмейді именно, да, уақыты. Пожалуйста, потом қазір сізге именно таза табыстарыңызды санап берейін, да. Қараңыздар, бізде 0,8 деген коэффициент безопасности бар. Бұл ең маңызды заң, да, бәр табыстарыңызды и товар обороттарыңызды именно 0,8 коэффициентпен санаймыз, да. То есть қалай саналады? 196-ны 0,8-ге көбейтсеңіз таза товар оборот шығады. Сол таза товар обороттан бәр пайыздарыңызды саналады, да, именно маркетинг бойынша. И сол именно таза товар оборот сіздің товар оборотыңызға статусқа кіреді, да. Бұл коэффициент безопасности бізге керек не үшін, оны түсіндіріп берем именно статустарға келгенде, да. Пожалуйста. И осы коэффициент арқылы санасақ, рефералдық бонус 196-дан 20%, $32 сіздің таза табысыңыз. Да? Сразу моментте сізге түседі, күтпейсіз қашан цикл жабылады, да? И моментте шеше аласыздар, да? Келесі бізде 504, например, да? Мысалы 20% $80, пожалуйста, да? $80 сіздің таза табысыңыз болады. Егер 196-ға тіркелсе үшінші адамыңыз, то $94, уже 32 емес, $94 болады, да? Егер 504-ке тіркелсе, 60% 504-тен $241, да, учитывая именно коэффициент. $241 бірден сізге түседі, сразу моменте шеше аласыздар осы ақшаны, да. Енді қараңыздар, бізде тағы да үшінші пакет бар, бұл апгрейд деп аталады, да. Бұл үшінші пакет, адамдар, которые 196-ға тіркеледі ғой, оларда алтын карта болады бірден, да. Ну что, бриллиант картаға көтеру үшін картаңызды, да, именно ең жоғары картаға $294 бар бізде, апгрейд деген. Осы апгрейд тоже бұл маңызды мәлімет, да, осы апгрейд, қараңыздар, циклға кіреді, да.
обязательно циклға кіреді. Вот, например, да, сіз 3 адамыңызды тіркеп алыңыз. Бірінші адам 196-ға, екінші адам 504-ке, үшінші адам, например, 196-ға, да. Все, цикл жабылады. Енді 4-ші адамыз, 5-ші адамыз келесі циклмен болады. Ең маңыздысы бұл орны түсінікті, да. Бірінші орын циклда 20%, екінші орын циклда 20%, үшінші орын циклда 60% болады, да. Бірінші цикл жабылса, также 20-20-60, 20-20-60 и так шексіз, да. Пожалуйста, получается, хоть сколько тіркей бересіздер, шектелмейді именно личник бойынша, да. Енді мына апгрейд, ол тоже циклға кіреді. То есть, егер вот 3 адамыз тіркеп алды ғой, енді бірінші адамыз 196-ға тіркелген, мен апгрейд жасаймын дейді, да? Мен апгрейд жасаймын дейді. Да? И ол, например, сізде цикл жабылып тұр, ол апгрейд жасап жатыр, именно цикл бойынша бірінші орынға тұрады, да? Екінші циклда бірінші орынға тұрады да 20% аласыздар. Егер сіз 2 адамды тіркеп алдыңыз, да? 3-ші адамды үлгерген жоқсыз тіркеуге, да? И вот бірінші адамыңыз, например, апгрейд жасап жатыр, да? Вот пока 3-ші адамды тіркеген жоқсыз. Но сол бірінші адамыңыздың апгрейдінен сіз уже 60% аласыздар. Түсінікті ма? Да? То есть ол именно неге кіреді? Керемет. Да, неге кіреді? Циклға кіреді, циклға кіреді. Енді 294-тен 20%-ы $47 болады таза табысыңызда. Получается 60% $141. Пожалуйста, цикл бойынша, да? Вот, бұл именно рефералдық бонус жайлы. Сізде любой карта бола береді. Алтын карта болса да, бриллиант карта болса да, 20-20-60 бәріне санала береді, да? Енді келесі бонусымыз, табыс көзіміз, бізде статусный бонус, да? Бұл жерде енді сіздің картаңыз маңызды болады. Ең жоғары карта болу керек, чтобы статустарға шығу, да? Бриллиант карта, гауһар карта, да? Енді қазір сіз именно скидкамен қазір апгрейд жасай аласыздар. Пока акция, да, болып жатыр, пожалуйста, ең жоғары картаны ала аласыздар. Енді бірінші статусымыз бізде дистрибьютор деп аталады. Дистрибьюторда $10,000 товарооборот, да, общий сан. $10,000 товарооборот. Не именно кіреді, сәлеметсіздер ме, да? Бұл именно карталар, да, товарооборот, сіздің командный товарооборотыңыз кіреді. Бұл мен жетпей ме? Қазір түсіндіріп беремін, да? Қараңыздар, $10,000 именно командаңызбен жасайсыздар, да? Бірақ ол бөліну керек. $5,000 A'да, мысалы, да, и B'да 5,000. То есть, либо BC, либо AC, да, қай веткалармен жұмыс жасап жатырсыз, сол 2 веткамен обязательно әртүрлі веткада болу керек. 5,000 минимум. Если бір веткада 6,000, бір веткада 4,000, пока саналмайды. Пока екінші веткаңызды өсіріп именно 5-ке жеткізбейсіз, да, пожалуйста. Минимальный, это минимальный порог дейді ғой, пожалуйста. И бір веткаңыз даже 100,000 болуы мүмкін, да? Пока екінші веткаңыз 5,000-ға жетпей, сіз дистрибьютор статусқа ие болмайсыздар, да? Бұл маңызды. Енді қараңыздар, дистрибьютор статусқа не болғаннан кейін, енді сіз до статуса, сіз тек қана рефералдық бонуспен табасыздар, да? 20-20-60 жеке шақырған адамдарыңыздан. Енді статусқа жетіп, сіз енді командадан тауып отырасыздар. Әр товарообороттан сізге 4% түседі, да? Пожалуйста. 4% қазір санап берейін сізге, да? Қандай 4%? Пожалуйста, сіз 5 жинап алдыңыз. Егер 3 тармақпен жұмыс жасасаңыз, бір тармақта минимально 5,000 и общий 5,000 2 тармақта. Например, BC ашылды, на жерде 2,000, на жерде 3,000, пожалуйста, санала береді, да? На жерде 2,5 санала береді. Главное, бір веткада минимально 5,000 болу керек, да? Енді дистрибьютор статусқа ие болдыңыз, да? Пожалуйста. Енді әр карта сіздің астыңызда уже маңызды емес, сіз тіркедіңіз ба, сіз тіркеген жоқсыз ба, да? Уже әр 196 контракт сізге $6 әкеледі, да? Таза табысыңыз болды. Бұл 4%. Әр 504 контракт сізге $15 әкеледі. Пожалуйста, да? Тоже таза табыс. Апгрейд, 294, по-моему, 8, да, дұрыс. $8.
$8 сізге таза табысыңыз түседі да. И енді қараңыз, егер сіз адамды жеке тіркедіңіз ғой да, 20 либо 60% аласыздар, и плюсом еще 4% аласыздар. Статуста болсаңыз да, еще бұл дополнительно да плюсом ала бересіздер. Енді сіздің астыңызда, например, Б структурада А-мен жұмыс жасап жатырсыз, и Б структурада сізде тағы да бір дистрибьютор шықты, сіз сияқты да. Осы жерде жаңа дистрибьютор 4%-ын бастайды да, алуға, оларға түсе береді, а сізде тоқталады. Да? Не үшін? Потому что дистрибьютор ол уже компрессия болады, сіз бір статустасыз. Да? И бір статусқа болған үшін сізде 4%, именно тек қана дистрибьютордың командасынан ғана. Оның алдында адамдар болу мүмкін, олардан 4% ала бересіздер. Да? Потом, например, А структурыңызда дистрибьютор жоқ, 4% ала бересіздер. Несі жақсы, то, что әр структура самодостаточный структуралар, да? Бір-бірімен байланысты емес. И вот здесь вот, пожалуйста, ала бересіздер. Енді не жасау керек? Сіз енді келесі статусқа өтуіңіз керек, да? Вот, да, дұрыс. Дистрибьютордан сізде үшінші, получается, қосылады, үшінші табыс көзі 10% чека, да, аласыздар. Әр дистрибьютордың любой табысынан сізге моментте сразу 10% түседі, да? Бриллиант картасы болу керек. Бриллиант карта. Да. Енді қараңыздар, сіз енді, чтобы дистрибьютордың структурасы ашылу үшін сізге келесі статусқа өту керек. Сізде бір веткаңызда дистрибьютор болса, ну точно там уже $15,000 уже болу мүмкін, да, потому что дистрибьютор это же 10,000 минимально, да, и сізде просто екінші веткаңызбен, не видно? Сізге просто екінші веткамен қанша жетпей, да, арғара өсіру керек, $40,000 общий товар оборот болу керек, да, 20-20-дан әр түрлі веткада, тоже маңызды, либо 3 тармақпен жұмыс жасасаңыз, 20-10-10 минимально, 20-10-10, да, пожалуйста. Потом сізде 4% сізге қайтады, да, именно дистрибьютордың структурасынан, да, дистрибьютордың структурасы ашылады, и дистрибьютор 4% алады, и сізде 4% аласыздар, потому что сіз уже өсіп кеттіңіз, да, өсіп кеттіңіз, именно дистрибьюторда. Енді мына екі статустарыңыз біз промежуточный статус дейміз, да, келесі статус бізде уже лидерский статус. Пожалуйста, старший менеджер деген, да? Именно осы старший менеджердан бізде үлкен мүмкіндіктер ашылады компаниямызда, да? И сыйлықтар беріледі. Осы старший менеджер ашу үшін $100,000 товар оборот болу керек, бірақ ол бөліну керек. 50-50 дейм. Да? Егер екі тармақпен жұмыс жасасаңыз, 50-50-ден сізде старший менеджерден бастап 8% түседі, да? И шамамен, да, күнделікті табысы старший менеджердің, да, шамамен $200-500, да, табыс көзі, пожалуйста. Ол қалай именно формироваться етеді осы, да, минимально $200, именно нелермен. Все. Коротко, да, қазір президент бастайды презентациясын. Қараңыздар, как формируется, әр енді $196 карта сізге $12 әкеледі, әр 504 карта бізде $30 сізге әкеледі. Да? И, пожалуйста, именно товарооборот карт сізге осындай табыс көздері әкеледі. Енді қараңыздар, старший менеджері ашқан үшін сізге Қытайға жолдама беріледі, да, 7 күнге, ол инклюзив дейміз ғой, все включено. Басты мақсаты именно басты офистік көру, да, инвесторлармен жеке танысу. Пожалуйста. Енді келесі статустарымыз бізде 1, 2, 3, 4, 5 жылдыз. Вот старший менеджерға дейін сіз можете чистый товарооборотпен жетуге. Сізге маңызды емес личниктардың саны, да, статусниктар вообще қажеті жоқ. Сізде чистый товарооборотпен жете бересіз. Бірақ жұлдыздар сіз тек қана лидерлармен ашасыздар. Уже товарооборот маңызды емес. У вас вот миллионы товарооборот бола береді, но сізде именно лидерлар болу керек командаңызда, да. Бір старший менеджер осындай әртүрлі веткада болса, сіз 2 жұлдыз. Бір жұлдыз болса, сіз бір жұлдыз, мына жерде 2 жұлдыз, 2 жұлдыз болса, сіз 3 жұлдызсыз, да. Именно бір. И ең басты плюсы не обязательно сіздің жеке шақырған адамдарыңыз болу керек, да. Любой сіздің астыңызда, да, 20-шы линия и даже спонсордың адамы болса, сізге полностью санала береді, да. Енді қараңыздар, осындай табыс көздер.
А вот эти внизу звезды, это вот эта звезда? Вот эта звезда, да. Ее как-то обозначить, чтобы дальше была эта звезда, они путались с этими звездами. Не поняла. Допустим, да, зеленая звезда, скажем, везде, чтобы была зеленая звезда, а вот эти все другие звезды. Нет, смотрите, вот здесь вот одна звезда, это вот такая одна звезда, у которых по одному старшему менеджеру в разных ветках есть, да. И здесь вот смотри, қараңыздар, мынау статус көздеріңіз, да, именно сіздің статусқа байланысты. Мынау біздің премияларымыз, наверное, білесіздер, да. Енді старший менеджерден бастап бізде ең басты айырмашылығымыз бар ғой, да, біздің компаниямызда, потому что біз таза желілік маркетинг емеспіз, да. Біз оны тек қана құрал ретінде қолданамыз, да. И старший менеджерден бастап любой жұлдыздарға шықсаңыз, пожалуйста, сіз Huawei компаниядан, который уақытша жоба, Лимон Молға автоматтық түрде көшесіздер өмір бойы, да, пожалуйста. Лимон Молға көшесіздер, сіз бәріңіз корпоративта болдыңыздар, да, именно контрактқа отырасыздар, да. Осы контракт сізге енді 49% вот Лимон Молдың әлемдік товарообороты болады ғой. Сол әлемдік товарообороттан 49% именно старший менеджерден бастап 5 жұлдыз, 7 жұлдызға дейін арасында бөлінеді, да? Чем выше сіздің статусыңыз, тем выше сіздің доляңыз болады, да? Вот. Именно маркетинг жайлы давайте бір-екі сұрақ и